Шымкент қаласы білім басқармасына қарасты номері 138 жалпы орта білім беретін мектебінде 21 қараша күні бүгінгі ел ағасы, қазақ халқының қайсар ұлы, тау тұлғасы Мұхтар Шаханов ағамызбен шындықтың шамшырағы Мұхтар аға атты кездесу кеші болып өтті. Кездесу мақсаты өскелең ұрпаққа ақын шығармаларын, өлеңдерін таныстыру, ақындық қабілетімен жас жеткіншектерді сусындату, тәуелсіздік жолында құрбан болған жастар ерлігін, сол оқиғаны көзбен көрген ақын аузынан естіртіп, жас ұрпақты патриоттыққа баулу болып табылады. Кездесу барысында қамқоршылық кеңес мүшелері Баубек Мұхаммедәлі, Шинасилов Тұрдалы, Дәулетов Тәңірберген мырзалар және де тағы да басқа лауазымды тұлғалар кеш қонақтар ретінде қатыстырылды. Мектеп белсенділері ақын қаламынан сыр шертті және номері 138 жалпы орта білім беретін мектеп мұғалімдері ақын композициясынан ән орындап, сонымен қатар мектеп директоры Жұманов Бағдан Сағынбайұлы да арнайы бекітілген сценарийден тыс әнмен шашу шашып, келген кеш қонақтардың таңдайын қақтырды. Шара барысында ақын шығармашылығына қатысты сұрақтар қойылып, тұшымды жауаптар алынды және Мұхтар Шаханов өзінің қаламынан туған жаңа өлеңімен бөлісті. Сонымен қатар мектеп мұғалімдері мен кеш қонақтарына өз қолтаңбасы қойылған жыр кітаптарын тарту етті. Кеш соңы Мұхтар Шаханов ағамыз бен мектеп ұжымының естелікке суретке түсуімен аяқталды. Сіздермен Абай Сәдібекұлы, Айжан Ермекқызы, арнайы абыройлы жаңалықтары.